Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кішкентай балаларыңыздың салған суретін қалай билетуге, яғни тірілтуге болатынын үйренетін боламыз. Кішкентай балаларыңыздың салған кез келген суретін осылай неше түрлі қимылдар жасатуға болады. Оны жасау үшін Google-дың іздеу жолағына тура осылай жазасыздар. Жазғаннан кейін ең бірінші болып шыққанға кіреміз. Кіргеннен кейін төменгі жақта Get Started деп жазылып тұр. Соны басасыздар. Басқаннан кейін Upload Photo деп тұр. Соның үстін басамыз. Яғни бұл сіздердің галереяңыздағы тұрған суретке кіреді. Міне біз кішкентай баланың салған суретін таңдаймыз. Міне бізде осындай робот. Енді осы роботымызды тірілтетін боламыз. Басқаннан кейін осылай шығады. Next батырмасын басамыз. Осы жерде agree, яғни келісемін деп басасыздар. Басқаннан кейін осылай бізде роботты белгілейді. Next деп басамыз. Басқаннан кейін яғни қажет емес жерлердің бәрін алып тастап, тек роботтың өзін белгілейді. Next деп басамыз. Басқаннан кейін роботтың қай жерін қимылдатамыз, яғни қолы, аяғы, көзі деген секілді дұрыс болса, next деп басамыз. Басқаннан кейін міне біздің роботымыз тек қана қажет емес жерлердің барлығы кесілді. Роботтың өзі ғана қимылдайды. Төменге қарай түссеңіздер, неше түрлі анимациялардың көптеген түрлері бар. Солардың әрқайсысын таңдап, роботты қимылдата аласыздар. Төменге қарай түссеңіздер, неше түрлі қимыл жасап жатыр. Соның ұнағанын таңдап, міне бізде роботымыз қазір билеп жатыр. Бұл сайттың бір ережесі баланың өзінің салған суретін салу қажет. Себебі егер сіздер дайын суретті Google-дан немесе басқа жақтан алып салсаңыздар, бұл сайт ол суретті оқымайды. Себебі ол суреттің авторлық құқығы болуы мүмкін. Осылай өздеріңізге ұнаған іс-қимылды таңдағаннан кейін бұл видеоны сіздер өз телефондарыңызға сақтауларыңызға болады. Оны қалай сақтаймыз? Төменгі жақта видеоның share деп тұрады, яғни стрелка көрсетіліп тұр. Соны басасыздар. Басқаннан кейін төменгі жақта осындай шығады. Сохранить видео деп таңдаймыз. Басылғаннан кейін бұл автоматты түрде видео сіздердің галереяларыңызда сақталады. Міне бізде сақталды. Осы әдіспен кез келген суреттеріңізді тірілте аласыздар. Егер сіздерге осы әдіс ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.